Қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге ашытқысыз дайындалатын өте керемет қытырлақ, жұмсақ, дәмді шелпектің рецептісімен бөлісемін. Бізге бір кесе айран қажет болады. Бөлме температурасындағы менде 2,5%. Одан кейін бір ас қасық қант саламыз, және де еріп тұрған бір ас қасықтай сары май. Одан кейін жарты шай қасық қамыр қопсытқышты саламыз. Және де бір шай қасықтай тұз саламыз. Одан кейін бір жұмыртқаны қосамыз. Жұмыртқада бөлме температурасында болу керек. Жақсылап барлығын араластырып аламыз. Ұнымызды електен өткізе отырып, шетінен ұнымызды сала отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Иленген қамырды 5 минуттай тындырып қоямыз. Одан кейін тынған қамырымызды алып, теңдей 7 бөлікке бөлеміз. Барлығын кесіп алып, шетінен күлшелеп, бетін жауып қойып, бір-бірден ала отырып, күнделікті жасап жүргендей домалақ етіп, шелпегімізді жайып аламыз. Осылай дөңгелетіп, жұқалау етіп жаямыз. Бізде шелпегіміз дайын болды. Бетін жауып қойып қоямыз. Одан кейін табамызға сұйық майымызды құйып, майымызды қызарғанша тосамыз. Қызған майымыздың үстіне шелпектерімізді сала отырып, осылайынан дөңгелетіп, ауната отырып, пісіріп аламыз. Шелпегіміз өте дәмді болып шығады. Алтын түстес болып. Міне бізде шелпегіміз дайын. Достар, міндетті түрде жасап, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Менімен болғандарыңызға рахмет.